Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыз өсімдік атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестердің төрт малға қатысты айтылуы, яғни халықтың өзінің философиясы, сол төрт түлікке байланысты көзқарасы және күнделікті қолданыстағы мал бағу кәсібіне қатысты, күнделікті шаруашылығына байланысты, өмір сүру дағдысына байланысты қалыптасқан тұрақты тіркестерді қарастырамыз. Соның ішінде бүгінгі сабақта қарастыратынымыз жылқы малына байланысты қалыптасқан және өсімдік атауларына қатысты тұрақты тіркестерді біраз этнолингвистикалық тұрғыдан қарастырып өтеміз. Малшы қауымның мақсаты табиғатқа қарсылық емес, онымен өз мүддесін үндестіре білу, табиғаттың негізгі заңдылықтарын түсініп, оған қайшылық жасамау. Барлық көшпенділердің халықтық байлығының бірден-бір көзі мал екені белгілі. Көшпелі халықтың бақ-дәулеті малының амандығына тәуелді. Сондықтан қазақ мал жан аман ба деп сұрайды. Ал енжар түрік бір-бірімен амандасқанда кайфыңыздесіз бе деп сұрайды екен. Ал аспан астының қысық көз баласы бір-бірімен кездескен кезде чери фани маю, яғни таңертең тамақ іштің ба деп сұрайды. Ал бізде қазақта мал жан аман ба деп сұрайды деп жазады Шоқан Уәлиханов өзінің кітабында. Осы бір ауыз сөздің өзінен-ақ қазақ өмірінде малдың орны ерекше екенін көруге болады. Төрт түлік малдың болмысын табиғаттан бөлмей, жаратылыс заңдылықтарымен сабақтастыра бақылап, терең таныған бабаларымыз өз санасында соларға қатысты мифтік, пәлсапалы мәдени танымдар мен ұғымдар қалыптастырған. Осыған орай тиім сөздерден мысал келтірейік. Мысалы, малды қу ағашпен айдама, малды күйген ағашпен айдама, от көсегені ағашпен айдама дейді. Себебі бұның астарында да үлкен мән жатыр. Себебі қу ағаш ешқашан көктемейді, күйген ағашта ешқашан өнім бермейді, көктемейді. Сондықтан көктемейтін ағашпен малды ұрсаң, малды қайырсаң, ертең малда төл бермеуі мүмкін деген ұғым түсініктен осындай тұрақты тіркестер қалыптасқан екен. Яғни малдың өнімі де болмайды, сүті де қайтып кетуі мүмкін деген ырым. Осындай ұлттық болмыс ұғымдарынан ғасырлар бойы түйген ойдың тиянақты пікірдің негізінде төрт түлікке қатысты қалыптасқан өсімдікке байланысты тұрақты тіркестерге тоқталып ішкі мазмұнына біраз үңілсек. Мысалы, қазақ үшін жылқы малдың патшасы, себебі жылқы жүрсе көлігі, ішсе тамағы, кисе киімі. Жылқының түсіне байланысты мысалы үшін тобылғы торы, тобылғы меңді торы деп жатады. Бұл жаңағы қазақ халқының өмірінде тобылғы бұтасының да ерекше орын алатынына байланысты. Себебі бәйгеге ат баптаған кезде қазақ тобылғының бүріне көп, оны сүтке қосып жылқыға да берген екен. Сондықтан күнделікті қолданыстағы өзінің затын тұрақты тіркес ретінде бізге жеткізіп отыр. Ал ат қара тіл болғанда фразеологизмінде тікелей өсімдік атауы аталмаса да, ерте көктемде жаңа шыққан отқа жылқы ауыз іліккенде соны білдіретін кезең. Бұл тіркеске балама ретінде шөптің ең әдепкі шыққан маңызына, алғашқы уызына семірген ат турасында айтылатын ат раң етін алды. Ат раңын алды, раң жеген жылқыдай тіркестері және Сарша тамыз айының аяғында шөп құнарланып күш қуаты арта түсуіне байланысты жылқы малы тез қоңдалып қунағанын нақтылай түсетін сүмбіле туар сүмпиіп, ат семіре жонтиып мақалында айтуға болады. Бұл мақалдың мәнісі малшы қазақтың осы жұлдыздың туатын мезгілін, ат сүйіп жетсін шөптің нәрлік қасиетін дәл аңғаруында. Яғни дәл осы кезде шөптің құнарлығы артып, яғни аттың қуатын арттыратын қазақ білген. Тіркестердің өмірге келуіне жаздың нағыз бел ортасында шөптің әбден пісіп, жетіліп, малдың біршама қоң жинап, көк шалғында жылқы ойнар дейтін кезіне дөп келуі себепші болып тұр. Мысалы үшін делбе болған жылқыдай деген тіркес бар. Яғни
Ауру жылқы екі көзі шарасынан шыға осқырынып пысқырып маңайына кісі жолатпай, алды артына қарамай, тіпті жар тұрса сол жардан құлап өлетіндей, алдында бір кедергі тұратын болса сол кедергіге соғылып өлгеніне қарамай сондай бір күйге түсетіні бар. Қазақ бұндайда ой делі құлы деп те адамға қаратады айтады екен, ой делі құлы деп. Яғни бұл жаңегі делбесі қозып тұрды, ілесеге еткісі келіп тұрған адам жайлы айтылатын сөз. Жалпы бұл жылқыдағы аурудың бір түрі делбе болса жұғады, әрі бұнда жүздеген жылқының ішінен тірі қалатыны бір екеуі ғана екен. Яғни бұл ұстатпайды, алдына келгенін тістейді, адамды жолатпайтын аурудың бір түрі. Жалпы делбе болған жылқы тіркесінің пайда болуына жылқының миына құрт түсіп ауырғандағы күйітірек болған. Яғни емдеуі кедіргек, кердері, салжау, таткермек. Делбе сөзі моңғол тілінде дәлбә, гүл жапырақша, сұлбұр, шылбыр, сұлбұр, таспа жапырақ, жыланқияқ. Яғни якут тілінде де дальби деген сөз бар. Сильно до последней крайности, совсем разбить. Дальба аыла, сильно запахатса, немесе түркмен тілінде кем ақыл, дәли тентек дегенде білдіреді. Осы мысалдардан көріп отырғанымыздай, делбе сөзі бірінші зат есім арбашаға жегілген көлікті жөнге салып, жүргізіп отыратын қайыс бау боржы, бас айналдыратын сандырақтатып ауыртатын дерт, яғни маникальное состояние. Үшіншісі өсімдік, жіңішке, ұзын қияқ тәріздес таспа жапырақ шөп. Бұдан шығатын қорытынды делбе деп аталатын таспа жапырақ шөпті індет кезінде бұл аурумен ауырмаған жылқыға қайнатып, шелектеп ішкізіп, қазақы ем қолданып, жылқыны шылбырға, тізгінге бағынатын қалыпқа келтіреді. Сондықтан осы ауруды емдейтін шөп делбе шөп деп аталады. Сондықтан осы аурудың аты да делбе, делғұлы деген атауға ие болған екен. Әрбір өсімдіктің өз басында көптеген ішкі сыртқы мәнді мәнсіз белгілері болады. Белгілі бір өсімдікке ат қойырда сол белгілерінің адам санасында берік орнығып қалған ерекше біреуі уәж болып таңдалынады. Яғни әлгі өсімдікке ат қою үшін оның ең басты белгісі негізге алынады. Сол белгі бүкіл қоғам мүшелеріне ортақ болу керек және заттың ең басты қасиеттерін қамтуы қажет. Жаңегідей делбе болған жылқы тіркесі о баста жылқыға қатыстыра айтылса да, түптеп келгенде адамның іс-әрекетін сипаттауға бағышталып тұр. Мысалы, Жамбыл ақынмен кездесуге барған Бауыржан Момышұлы және Сәбит Мұқановтар барып ас отырған кезде Жамбыл ақынның әңгімесіне бас изеп күліп отырған екен. Сол кезде Жамбыл ақын айтқан екен: "Делбе болған жылқыдай Бауыржан саған не болды?" деп. Яғни жаңағы делбе болған жылқының күйі жаңағыдай басын қайта-қайта қозғап, еп, сондай жағдайға келетін болғандықтан бұл бүгінгі күнде адамға қаратыла айтылады. Сөз кезегі келгенде делбе шөбінің тағы да бір қасиетін айта кеткен жөн шығар. Бұл дерек академик Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдаровтың архивінен алынды. Яғни делбе қосылған шөпті аю келетін жерге қоятын болса, жаңағы түс тағысын келтірмеудің бір амалы ретінде де қолданылады екен. Ол үшін жаңа сойылған аңның етіне сол делбеден жасалған шөпті қосып қоятын болса, ұнтақтап жарып салатын болса, ол жерге қайтадан аю келмейтін болған. Себебі оны тауып алып жеген аю оның мұрнын жыбырлатып, пысқыртып, көзін ашытып, басын ауыртып, бұл өмірден мүлдем бездіріп жіберетін болған екен. Бұл тек қана жаңа делбе шөбіне байланысты емес, күшәла, делбе шөп, тағы да итсегек, тағы да бәріпі, бөлтір шөптерінде қосып осылай пайдалануға болады екен.
Яғни бастапқыда жылқының бабына байланысты айтылатын бұл тіркес келе адамға насихат, ескерту, істің көзін табуға қатысты қолданылатын, түптеп келгенде адамның іс-әрекетін сипаттауға бағышталып тұрған тұрақты тіркес. Яғни адамның қалыпты жағдайдан ауытқуына байланысты делбе болған жылқыдай не болды деген сөз қолданылады екен. Арпалап ат қонатқан, атты арпа мен айда, арпасыз ат қыра салмас, арқасыз батыр әскер басқара алмас. Андыз жерде ат өлмейді, ерлі жерде ер өлмейді деген тұрақты тіркестерде осындай өзінің ерекше қасиетіне байланысты айтылған. Сол сияқты дүниеде не тәтті, тарлау татты, тарлау жеген жылқының бауыр татты дегенде тіркес сақталған екен. Тарлау деген біздің өзіміздің Семей облысында өте қуатты шөптердің бірі. Бұл Мақаншы ауданында, сосын Аягөз ауданында тарлаулы деген жерлерде өседі. Бұған мал жайған малдың еті өте тәтті біріншіден, екіншіден осы тарлау өскен жерге жайған мал баптаған кезде, бәйге қосқан кезде өте өзінің мықтылығын, күштілігін көрсететін болған. Қазақ осында білген. Бірақ тарлау өсімдігін басқа жаққа апарып өсірсе, оның құрамындағы осы қасиеті сақталмайды екен. Сондықтан бұл осы таза өсетін жеріне де байланысты. Осы тарлау сөзіне байланысты Рабиға Сыздықованың тарлаудың р дыбысының талау деп айтылуы, түсіп қалуы мен р дыбысының үндестігіне байланысты жазғандары бар. Тарлау, талау деп те айтыла береді дейді. Тағы да басқа ебелек шөбіне байланысты елбең жүгірген, ебелек отқа семірген деген Махамбеттің өлеңдерінде бар. Және жылқы қоңырбасыз тұра алмайды деген тіркес Шоқан Уәлихановта бар, Потаниндерде бар. Тағы да осындай өсімдіктерді көптеп келтіріп айтуға болады. Жылқының сүйіп жейтін өсімдіктердің бірі, және осы жылқы малының әртүрлі ауырғанына байланысты немесе баптау кезінде сол өсімдіктерді, қандай өсімдіктерді қай кезде беру керек, қандай өсімдік өскен жерге жаю керек, сол бабына байланысты қалыптасқан тұрақты тіркестерге біраз тоқталдық. Жалпы сабағымызда бұл туралы кеңінен тоқталып өтеміз. Өздеріңізде келесі сабаққа келгенде тағы да қандай қосымша өсімдік атауларынан қалыптасқан бірақ 4 түлікке қатысты тұрақты тіркестерді білесіздер. Егер этнолингвистикалық этюд жасай алсаңыздар, 1-2 этнолингвистикалық этюд жасап келулеріңізге болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.